Бұқа қара кіші иесі. Мүйізіден найзадай. Оған шамамыз жетпес. Мен оған шамасы келетін біреуді білемін. Кім ол? Я кім? Айтсаңшы. Ол десантшы. Басында Мүйізі бар ма? жоқ ей. Қызыл береті мен жолақ шейдесі бар. Адам ба сонда? Адам емес, хайуан. Өзі деу, тырнақтары серкенің мүйізіндей. Ого, ол бізді жеп қоймай ма? Әлгі хайуан? Дию ма немене? Дию емес, аю. Аю? Тірі аю ма? Тірі аю, өте ірі аю. Өй, ол бізге көмектесе қояр ма екен? Көмектесет. Ол маған қарыз. Кезінде мен де оған көмектескем. Сен бе? Иә. Қалай көмектестің? Бірар қарды жеп тау салмай жатыр екен. Көмектесейін бе деп ем, кел деді. Сонымен достасып кеттік. Маған келіп тұр деген. Кеттік онда, соған барайық. Иә, біз де көмектесек. Ол тауда тұрады. Тауда? Жүріңдір. 30, 31, 32, 33, 34. Палуанға сәлем бердік. Не деген күш, ой. Сен бе? Келіңдер көкжалдар. Кезінде мен саған көмектесіп едім. Енді сенің көмегің қажет боп тұр, аю. Ет жеу керек болса, дайынмын. Я ет, бұқаның еті. Қайда? Әкелсеңдер шенді. Не ғой, оны алдымен ұстап құлату керек. Сосын етке тоямыз бәріміз. Солай емес пе? Иә. Өй, сендер де. Ұстап әкелмейсіңдер ме? Бұлай ғой, аю. Сен осындағы ең күшті аңсың. Солай емес пе? Саған тенгелер бұл маңда ешкім де жоқ. Енді солай. Анау бұқа айтыпты. Аю кім ол? Бір ұрғаннан қалдырмайым депті. Кімді? Мені ме? Қайда ол өзі? Көрсетейін мен оған. Бізге де көрсетші көрейік. Кімді көрсетесің? Біз оған сені көрсетпекшіміз. Ей, көкесін көзіне көрсетемін мен оның. Бұқаның көкесі бар ма не? Онда шаруамыз бітті. Өй, ақмақтар. Мен оның көкесі. Мен көрсетемін оған. Сындырып тастаймын деймін. Солай демейсің бе? Онда ертең түсте ормандағы алаңқайға түс. Бұқа сол жерде болады. Келістік пе? Келістік. Біз кеттік. Гүлденген әлем қасқырлардан сәлем дейді. Сендер анау бұқаларыңа айтыңдар. Қорықпаса, ертең ормандағы алаңқайға келсін депті. Бұқаға барып айтайық. Ол не дер екен? Қорықпаса деген не сөз? Кімнен қорқу керек екен? Менің ойымша, олар бізден кек алмақшы. Турасын айтқанда мына сенен. Қасқырлары ма? Шамалары жетпесін біле тұра, неге шақырады екен? Кешірім сұрайын деген шығар. Егер бармасаң қорықты дейді. Жарайды, ертең бара көрерміз. Кеттік, тоқта. Қайда анау әлгі қасқырлар? Хей, біз келдік. Мені олар. Екеуің де шыға беріңдер таласпай. Жоқ, жекпе-жек, мен шығам. Ал, қоймадың ғой, шықшы кәне. Не деп кеттің сен? Керек болса өзің шық. Хей, таяқ жеуге таласып жатырсыңдар ма? Онау дию ма
Өзі немені? Ей, тоқта. Дию деген тек ертегіде болады. Ал мынау дию емес, аю ғой. Аю, сен қайда жүрсің кешігіп? Сәл болмағанда қашайын деп тұр едік. Ого, бұқамен қосып мына екеуін де жейміз бе? Алдымен бұқаны жеп таусайық. Сосын тоқты мен серкеден кәуап жасап жейміз. Оны көре жатармыз. Мынауың дәу ғой. Ай, бетпеңдер, менің бір тығыз шаруаларым шығып қалды. Мен қазір келем. Ей, бұқа қайда? Біз қазір оны ертіп әкелеміз. Қашты, қорықты, жегілді. Біз жеңдік, жарайсың, аю. Жігіттер, біз болай келіскен жоқпыз. Сендер мені ет жеуге шақырдыңдар, солай ма? Етіміз қашып кетті емес пе? Я, қашпаса ет жейтін едік. Қысқасы, мені қызықтырмайды. Сөздеріңе жауап беріңдер. Ертең дәл осы уақытта қайта келемін. Ет болмаса, мұрындарың бет болады, түсіндіңдер ме? Ал не болды енді? Аюға етті қайдан тауып береміз? Ет болса өзіміз жемейміз бе? Соны айтам. Бірақ қалайда ертең аюға ет тауып беруіміз керек. Ей, бекер бардық ау сол аюға. Неге бекер? Бұға қашып кетті. Біздің абыройымыз оралды. Тегіміз қайтты. Я, дұрыс айтасың. Ей, олар бірақ та жақсылап таяқ та жемеді. Біз сияқты. О, мен таптым. Нені? Етті ме? Қайдан таптың? Қысқасы, былай етейік. Күлденген әлем? Қасқырлардан сәлем ба? Иә, әрі қарай. Тоқты мен серке екеуің бізге бұқаның баласын әкеп беріңдер. Әйтпесе, аюды жібереміз. Тепті. Мәссаған. Бұзауды әкеп беріңдер дей ме? Оны қайтпекші. Менің пайымдауымша, олардың көздегені бұқа. Бұзау аюдың жұмырына жоқ болмайды. Бұқа баласы үшін өзі келеді деп отырған болар. Дәл солай. Жер, бұқаға барып ақылдасайық. Мені? Менің баламды әкелдей ме? Иә, олар сенің балаңды жемекші. Әке, мені кім жемекші? Бөжей ма? Балам-ау, сені ешкім жемейді. Мен бәрін әдет қылам. Бара ғой, ойнайға. Жарайды кетті. Бар. Ал, енді де істейсің. Аюды әтет қыласың ба? Несі бар? Балама тиісіп көрсін. Бәрекелді бұқа. Аю дегенің қорбаңдап, ебедейсіз қозғалады ғой өзі. Мейісіңді өткірлеп берейік бе? Жақсылап бір сізсің болды, қылатасың. Аю құлашта бұрғанда, бұғып барып бүйірінен бірсіз. Тұрамын дегенше, екінші рет сүзесің. Иә. Айтуға оңай. Қызыл беретпен жолақ жидені бекер кимесе керек. Жарайды, бара көрерміз. Бұқа, біз оларға ойламаған жерден соққы беруіміз керек. Менде бір ой бар. Алсаңшы аю, сені жеміс жидекті жақсы көреді деп естідік. Я, же. Білдіргенді өзіміз дердік.
Ей, мені жеміспен алдап қоймақсыңдар ма? Ет қайда, ет? Сабыр ет, аю. Ет қазір келеді. Келедісі несі? Мені жереп келем екен. Қазір ет келмесе, осы біреуіңді жеймін. Ей, қой аю, біз дос емеспіз бе? Қазір мұнда бұқа өзі келеді. Ей, ол енді келе қоймас. Қорқып қашып кетті емес пе? Ой, аю келеді. Келтіреміз. Әне, келе жатыр. Бізді күтіп қалмадыңдар ма? Сәлем бердік. Міне, біз алып келдік. Ал, біз кеттік. Тоқта! Бұқа дегендерің бұзау ма? Не ой, өскенде бұқа болады емес пе? Сонда не? Мен 2 жыл күтуім керек пе? Одан да мына екеуін қосып жемеймін бе? Мынау бөжей ма? Әкем айтып берем сендерді. Ол әт қылады. Өй, әкеңді қайда өзі? Ал қазір мен сені жеймін. Ас болсын, аю. Әке! Ей! Әке, бөжей кетті ме? Иә, балам, бөжейді, афафтарда енді келмейді. Бәрі келді. Жарайсың бұқа. Иә, бұқа, сенімен дос болсақ, денеміз бос, көңіліміз қош болады. Қасқырлар енді бізге жоламайды. Өйткені сендей мықты бола алмайды. Солай ма, Тоқта? Иә. Мен сен бұқа, енді айрылмас достар. Қане, әкел бетті. Еркексің бұқа. Не деп тұрсың? Ой, бетті емес, бесті дегенім ғой. Енді бұлай не ғой? Не ғой? Біреу-міреу дейсе айтасыңдар. Сындырып тастайын. Ей, жарай. Қажақ. Сендерге хат келді. Арқадағы нағашымнан хабар келу керек еді. Сол шығар? Иә, таудағы Таутеке нағашымдан хабар алмағалы көп болды. Мені сағынып жатқан шығар. Бір демалыста сонда қыдырып қайтсақ қайтеді, Тоқта? Білмеймін, Серке. Көрейік, нағашым не жазды екен? Гүлденген әлем депті. Мына хат қасқырлардан қой. Осы әлем гүлденбей-ақ қойса қайтер екен, Не дейді енді олар? Оқысаңшы. Қазір міне, Тоқты мен Серке депті. Ертең түске таман тоғайда тоқылдақ ағашты 6 рет тоқылдатып, шегіртке 3 рет шырылдап, қоңыз 1 рет ызыңдағанда алаңқайда кездесеміз. Әңгіме бар депті. Сонда олар бізге әңгіме айтпақшы ма?
Аңқаусың ау тоқта. Қайдағы әңгіме? Өзің ойлашы. Қасқырлар бізге не әңгіме айтады? Түсіндім. Бұл бізге құрылған тұзақ. Алдап соқпақша. Сен не дейсің тоқта? Білмеймін, Серке. Сен де логикаға сүйенсеңші достым. Міне, түскі ас кезі дейді. Бізге тамақ дайындатпақшы ма? Сен де. Біз оларға, сен және мен, түскі ас боламыз. Қағасың ба? Қуама қасқырлар. Мен саған айттым. Келмейік дедім. Көнбедің. Осыдан бізді ұстап жеп қойса бар ғой. Тура сен жауап бересің. Тыныш, Серке. Тыңдашы. Естің ғой. Тоқылдақ 6 рет тоқылдатты. Жай жүрсіңдер ме? Біз бе? Жай жүрген сол. Серуендеп, таза ауамен. Айтпақшы, неге шақырдыңдар? Бірден айтайын, мен аурумын, жеуге жарамайын. Сөздің қысқасы, бұған дейін күшпен санастық. Енді кім жылдам соны анықтаймыз. Міне, жарыс мына жерден басталады. Қысқасы жарыстың шарты мынадай. Егер біз жеңсек, апта сайын қайнаған қаз әкеліп тұрасыңдар. Иә. Ал егер біз жеңсекші? Қоя тұршы тоқты. Осыған шақырдыңдар ма? Несі бар? Жарысайық. Кімнің жылдам екенін көресіңдер әлі. Ал шартқа келсек, біз жеңсек, одан бұлай бізге тиіспейсіңдер. Келістік. Тоқта, бізден кім шығады жарысқа? Білмеймін, Серке. Сен қопалсың ғой. Құйрығыңды көтер алмай жүргенде шаршап қаларсың. Бұл жарысқа мен шығайын. Қарашы, мен қандай жеп жеңілмін. Қасқырлар, мен дайынмын жарысқа. Қане, сендерден кім шығады? Мен бармын. Сен бе, көрейік қане. Ал қане, дайынсың ба? Ал жет көр. Тоқта, енді не істейміз? Қасқыр озып барады ғой. Сабыр сақта, Серке. Әлі мәреге дейін біраз бар. Қасқырда шаршайды. Ең бастысы берілме. Жарайсың, Серке. Қалма. Шөлдеген шығарсың, Серке. Қазір келемін. Серке, міне, су ішіп ал. Бұлақтан алып келдім. Серке, шаршама. Барыңды сал. Біз жеңеміз. Қазір сені салқындатайын. Серке, шыда енді. Күнде ысып кетті. Басыңнан күн өтіп кетпесін. Мынау Серке жарты жолға енді кетті ғой. Ол келгенше бір сәт демалып алайын. Бас аяғыңды, Серке. Барынша шыда. Ешқашан үміт үзбе. Біз міндетті түрде жеңеміз. Серке, не болды жорғалап? Сенен тасбақада жылдам жүреді ау. Қап әттеген ай. Сенен көрі, сол тасбақамен жарысқаным дұрыс еді. Жарайды, Серке. Мәреде жолыққанша, әрине жете алсаң. Серке, достым, тұршы енді. Бар күшіңді жинашы. Қане, оп деші. Тоқты, ары қарай шамам жоқ. Жүре алар емеспін. Мен біттім. Серке, сенің қолыңнан келеді. Қане, жина бар күшіңді. Қайтсең де алға ұмтыл. Тоқты, мен, басым. Мынау қайтеді? Жаным, Тағы да еттен қалдық. Апта сайын қазы-қарта жейміз бе десек. Қап әттеген ай. Алақай, жарайсың, Серке. Сен жеңдің. Біз қасқырлардан құтылдық.
Тіпті жақсы. Жоқ, мен бұл ойынды ойнамаймын. Қызық емес екен. Тоқта, одан да тоғайға барып серуендеп қайтпаймыз ба? Қорада қамалып отыра бергенше. Жарайды, Серке. Барсақ барайық. Жүр ендеше, серуендейміз. Қарнымыз бір тоймай өмірден өтіп кететін болдық қой. Соны айт. Етті түсімізде көретін болдық қой. Ет түсімізге емес, тісімізге қашан кіреді екен? Таусылмаңдар, көкжолдар. Менде бір ой бар. Ол не ой? Әйтеуір пайдасы бар ма? Өткендегі аю сияқты болып жүрмейік. Ой, аюды еске түсірмеңдерші. Енді айтсаңшы. Онда былай. Сен бұталарды қырқып кел. Ал сен қылы үйріп, арқандайында. Жай ма? Ол не үшін? Оны кейін көресіңдер. Кәне уақыт жоғалтпайық. Іске кірісіңдер. Білесің бе, Тоқта? Маған жылдың осы мезгілі ұнайды. Қараш, айнала ал қызыл гүлдер. Ескен салқын самал. Мәне, естейсің бе? Құстардың сайраған әні қандай. Осындай кезде поэзияға құштарлығым артып, өлең жазғым келеді. Ал сенің ше, Тоқта? Білмеймін, Серке. Жылдың бар мезгілі әдемі емес пе? Ой, сенде, саған романтика жетіспейді, досым. Ой, мынау қандай керемет. Айдалада мынау қандай батпан құйрық? Онда тұрған не бар? Кеше жақсы түс көрген едім, соның белгісі екен ғой. Жүр, Тоқта, тойып алайық. Түсініксіз екен. Мынау не тағы? Мынау бізге қасақана жасалған тұзақ қой. Тоқта, енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ой, сен де тезірек басың түстетсеңші, Тоқта. Түсі торға. Түстіңдер ме қолға? Ой, баяу мынау қасқырлар ғой. Құрған жеріміз осы болды. Ей, сен жарайсың. Мынауың нағыз айла екен. Иә, сенің басың істейді екен. Қараш, оп-оңай ұстадық. Бұл физика. Физиканы жақсы білсең, осылай болады. Мектепте оқып жүрген кезде сендер сияқты тышқан аулап жүрген жоқпын ғой. Рас айтасың. Сен білімді ақтадың. Ақыры түстіңдер ме қолға? Екеуі қатты өздерінше болып кетіп еді. Әсіресе бар ғой, мынау Серкені Суханым сүймейді. Бірінші осыны жейікші. Ендеше не тұрыс, тездетіп қазан қайнатыңдар. Тоқта, мен әлі жаспын ғой. Өмірді қызығын дұрыстап көргенде жоқпын. Осылай кете береміз бе? Көптен бері ет жемеген едік, бір тоятын болдық ау. Жас еттің сорпасын сағындым. Қасеке, бірінші мені жегендеріңіз дұрыс ау. Әй, неге олай дейсің? Өздерің қараңдаршы. Мен семіздеумін. Құйрығым да бар. Мен дәмдірек боламын дегенім ғой. Сөзінің жаны бар ай. Жарайды. Бірінші сені жейміз. Бірақ сендер қойдың сорпасын дайындауды білмейсіңдер ғой. Ей, не дайындайтыны бар? Қазір мына қайнаған қазанға сен саласыламыз болды емес пе? Ой, соны да сорпа дейсіңдер ме? Қойдың сорпасын қойдан артық кім біледі? Ал сонда сорпа қандай болу керек? Оған арнайы қоспалар қосу керек. Сонда сорпа тіл үйретіндей дәмді болады. Әлі саусақтарыңды жалайтын боласыңдар. Сонда не істеуіміз керек? Бірінші қазанға саңырауқұлақ салыңдар. Ал сосын
қына шөптен қосыңдар. Қышқыл дәмін кетіреді. Қане, дәмін көрейік. Ал енді натрий қышқылын салсаңдар керемет болады. Ол тағамға экзотикалық дәм береді. Қазір. Серке, абайла. Бұл химия. Химияны білсең, осылай болады, Қасеке. Жарайсың, тоқты. Ал көкшалдар, сау болыңдар. Кеттік, досым. Қап, мыналарда я. Қажақ. Масқара. Малдардан таяқ жеп тағы да. Қасқыр дейді ау сендерді де. Енді мына бәле шаңқылдап бүкіл орманға жаятын болды. Өсекші неме? Таяқ жегеніміз енді өтірік емес қой. Әбден қорлығы жауана өгіздей болған дәудің. Ей, тоқты, сен өзің кітапқа үңіліп, оқымысты болып кетерсің. Өміріміз бос қотып жатыр емес пе? Әр сәтімізді көңіл өткізуге тырыспаймыз ба? Қане, міне былай. Ей, хоп. Серке, абайлы. Ой. Өзіңе қарасаңшы, Серке. Ей, тоқты, қолыңдағы не кітап өзі? Поэзия ма, роман ба? Әлде фантастика жанры ма? Шипа туралы кітап. Шипа дейді? Ой, сенде. Айдың күндің аманында шипаны оқып нең бар? Деніміз сау емес пе? Ең болмаса, детектив оқсаң етті. Бақ, атыстар. Тарс, тұш, шапстар дегендей. Қай-қайдағы шыпстыратын шипаны оқып. Ой, сенде. Ойбай, тоқта. Мынаны қара. Масқара. Аяғым жараланыпты. Мынау қан ғой. Енді не істеймін? Бұған енді микробтар жұқса. Асқынып кетеді ғой. Өлген жерім осы болар. Ей, қорқағым-ай. Тышқан құйрығын көріп жаралы болыпты деген осы екен ау. Осындай кезде мақал айтып. Тоқты, айналайын, бірдеңе істесеңші. Сен шипа кітабын оқып жүрсің ғой. Тездет. Ой, жаным-ай. Жырылған екен. Қазір кітапта не жазылғанын көрейік. Иә, тездетіп қарасаңшы. Жараның емі кітапта жазылған болар. Қане? Мұнда бас ауруы. Мұнда суық тигендегі ем екен. Міне, дене жарақаты. Онда не депті? Шұғыл ота жасау керек екен. Не дейді? Құрыған жерім осы шығар. Сонда аяғын кесіледі ме? Ақсақ Серке боп қаламын ба? Сосын, ешкілердің көзіне қалай қараймын? Ой, әзіл ғой, Серке. Жараға жағатын дәріні жазыпты. Қорқып кеттім ғой. Сен де әзілдейтін уақытты тапқан екенсің. Болшы енді не істейміз? Қазір дәрі дайындаймын. Оған дәрі шөптер керек екен. Тез қимылдасаңшы, тоқты. Досыңа жаның ашымай ма не?
Тоқта, не болды? Өстіп жатып арам қатпасам болғаны, тездетсеңші енді. Серке, сәл шыдашы енді. Бақ-бақ гүлінің жапырағын таба алмай жатырмын. Соны қоссам, дәрі дайын болады. Міне, ола ғой. Рахмет, қоңыз. Міне, шараға жағатын дәрі дайын болды. О, құдайым-ай, дұрыс болды ғой. Қане, неге тұрсың? Тездетіп жақ енді дәріңді. Әй, тоқты, осы дәрің шынымен ем бола ма? Шөптен қателесіп кеткен жоқсың ба? Тағы уланып, о дүниеге аттанып кетіп жүрмейін. Ай, Серке, жақсы сөз шарым ұрыс деген. Жақсы сөз айтсаңшы, бәрі дұрыс болады. Әлі-ақ жазылып кетесің. Қане көрейік. Рас па? Жараның орны да қалмапты. Ой, жарайсың, тоқты. Сен бар ғой, нағыз шипагердің өзі екенсің. Қане, хоп, бәрекелді. Хоппа! Тоқты досым, енді ешқандай аурудан қорықпаймын. Тоқты, сенің мұндай да өнерің бар ма еді? Жағдай мәз емес, қызуы көтеріліп кетіпті. Өй, қасқырлар қызуғанда емес пе онсызда? 3 күн болды ғой қызуы көтеріліп жатқанына. Ал жігіттер, енді не істейміз? Менің жазылар түрім бар ма? Уайымдама, достым, бір амалын табамыз. Тездетіп тоқтыға бармасақ болмайды. Оның Серкені жазғанын өз көзіммен көрдім. Ей, тоқтыдан шипа сұрасақ, қасқыр атымызға ұят емес пе? Ей, өмірім қыл үстінде тұрғанда ұятты қойшай. Иә, бірақ бір-екі рет одан таяқта жедік. Ұяттан өліп кеткеніміз жоқ қой. Жарайды, сөзді қойып тоқты мен Серкеге хат жіберейік. Білесің бе, тоқта? Кейде мен ойға кетем. Осы біздің өміріміздің мәні не? Білмеймін, Серке. Өй, сен де. Міне, мәселе сонда. Сонда біз не үшін өмір сүріп жүргенімізді білмейміз. Осылай өмірден өтіп кетеміз бе? Мен бір жерден оқығанмын. Өмірдің мәнін білмейтін адам бақытсыз адам деген. Серке, біз енді адам емеспіз ғой. Иә, біз жануармыз. Бірақ өмірден мал болып өтеміз бе? Жоқ, болмайды. Ойлану керек. Тоқта, сенің шипагер кітабыңда өмірді ұзартатын дәрі бар ма? Әрине бар. Онда маған соны тездетіп жасап берші. Әрқашан осылай жас болып жүрейін. Қандай шөп керегін айтсаң, мен лезде тауып алып келем. Оған ешқандай шөптің керегі жоқ. Түсінбедім. Сонда қалай? Шөпсіз дәріні қалай жасамақсың? Ол дәрінің аты спорт деп аталады. Серке, сен күніге 1 сағат уақытыңда спортқа арнасаң, сымбатың да жақсы болады, өмірің де ұзарады. Өй, сен де. Мен сенен шын сұрап отсам, қай-қайдағын айттың ғой? Қораны айнала жүгіріп отырып тұрып, әрі-бері секіруге зауқым жоқ. Өй, сені де шипагер дейді-ау. Қажақ. Сендерге хата келдім. Мұнда алдым деп қол қойыңдар.
Түсінбедім. Бізге ме? Мекен жайдан қателескен жоқсың ба, сауысқан? Қажақ. Менің қаттасып жүргеніме 7 жыл болды емес пе? Әлі шағым түскен жоқ. Қажақ. Ал Қанекей, кім болды екен? Гүлденген әлем депті. Түсінікті. Қасқырларда. Тоқты мен Серке. Біз сендерге келе жатырмыз. Күтіңдер. Сәлеммен қасқырлар депті. Ойбай, Тоқты, қасқырлар бізге шабуыл жасамақшы. Не істейміз? Білмеймін, Серке. Сен не білуші едің өзі? Қасқырлар от қайналдырып қақтап жесе көресің білмегенді. Ал олар бізге не үшін келеді екен? Не айтып тұрмын мен саған? Қасқырлар, олар жыртқыштар. Теріңді тірідей сыпыру үшін келеді. Олар бізге қонаққа келеді деймісің? Тез қорғанысқа кірісейік. Жауға қалай тойтарыс беру керек, соны ойланайық. Әне, жау көрінді. Тоқты, атқыштарды дайында. Жарай. Арақашықтық 300 қадам. Көздеу бұрышы 12. Ат, тоқты! Арақашықтық 200 қадам. Көздеу бұрышы 9. Ат, тоқты! Мыналар қайтеді? Мыналарды жөн ұрған ба? Тоқты, атуды доғар. Қане, не болғанын көрейік. Бәрекелді, біз жеңдік, Тоқты. Әне, қасқырлар ақжалау көтеріп, беріліп жатыр. Біреуімізді құтқарамыз деп, үшеумізді мерт бола жаздадық қой. Мұнымыз оғаштау тірлік болды. Сендердің емделуге келе жатқандарыңды қайдан білейік? Дегенмен, келешекте біздің күшімізді біле жүресіңдер. Осал емес екенсіңдер. Бірақ біздің бөтен ойымыз жоқ еді. Шарай, еш уайымдамаңдар. Шипагер Тоқты қазір-ақ дертті жазып шығады. Қане, көрші Тоқты. Дәрі дайын болды. Қане, Қасекең осыны ішіп жіберсін. Мынау қайтеді? Атып тұрды ғой. Қасекеңнің қарғуын-ай. Охо, дене қызуым да басылған сияқты. Жөтелім де басылды. Жарайсың, Тоқты. Нағыз шипагер екен. Айттым ғой сендерге. Тоқты досымның еміне ешқандай ем жетпейді. Тоқты, Серке, сендерге алғыс айтам. Рахмет. Оқасы жоқ жігіттер. Нетсе бұлай келіп тұрыңдар. Ешқашан ауырмайық, достар. Достар дейді? Достар?
шіркін, мынау оттың үстінде бұрқылдап қазан қайнап тұрса ғой. Иә, қақпағын ашсаң, етке толы болса. Ей, ет болса қазанға салмай-ақ жей бермейміз бе? Оның дұрысы. Енді не істейміз? Аңға шығайық, әрекет жасайық. Әйтпесе, аштан қатармыз. Дұрыс. Онда не тұрыс? Кеттік, бірденге аулап қайтайық. Жүріңдер, біразығы жолда түсірейік қолға. Бұл түрімізбен алысқа бармаймыз. Ашта бөлмеудің амалын табу керек. Таудан жидек теріп жемесек, басқа не амал қалды дейсің? Ендігі жетпегені вегетариан болу еді. Масқара! Қасқырлар жидек теріп жүрсе, жетіскен екен. Өстіп жүріп, эволюциялық жолмен қойға айналып кетпесеңдер болды. Масқара! Ей, тайтар, сауысқан, жағың қарсысын. Сұңқылдамай кетшәрі. Онсыз да көңіл күйіміз жоқ. Ал мен сендерге жақсы жаңалық әкелдім. Рас па? Ол не жаңалық? Тоғайда жалғыз тоқты жайылып жүр. Ал сендер мұнда аштан өлмексіңдер. Ой, бұрмая, алдамайсың ба? Оллахи, биллахи. Енді шекеге тұрмыз. Кеттік. Қажақ. Еріңдер соңымна. Қажақ. Қызық екен. Адасып жүрген қандай тоқты ол? Осы жолы оны жемесек, бөрі атымыз бекер болсын. Ей, бөрі емес, көкжал дегеніміз дұрыс шығар. Құлаққа дұрыс естіледі екен. Арланшы. Арлан дегенде күшті естіледі екен. Арыстан дегенге ұқсайды. Арыстан Африкада ғой. Мына далада біз қожайынбыз. Сондықтан өзімізді қалай атасақ та жарасады. Бәсе, солай демейсің бі? Өзімізді өзіміз көтермесек, бізді ешкім көтермейді ғой. Даланың қожайыны біз болсақ, неге тоқты мен серкеге шамамыз келмейді? Таусылмаңдар, көкжалдар. Олардың да күні келеді. Ей, осы бөрі мықты ма әлде көкжал мықты ма? Ит біле ме? Әйтеуір жыртқышпыз ғой. Сондықтан әлгі тоқтыны жыртуымыз керек. Дұрыс айтасың. Жыртатынын жыртып, сындыратынын сындыруымыз керек. Ей, неге тоқтадың? Жай ма? Әлде бірдеңе болды ма? Ей, ананы қараңдар. Ей, мынау елес емес пе? Әлде түсіміз бе? Ей, түсіміз болса да жеп алайық. Тоқтының дәл өзі, бірақ сәл өзгешелеу екен. Тамаша, тілегеніміз алдымыздан шықты. Жолы болар қасқырдың жемтігі алдынан шығады деуші ме еді? Ей, жүріңдер, сөйлесіп көрейік. Oh, beautiful. Yes. Mr. Wolves. Here's beautiful. Very like. Ей, мынау не деп тұрай өзі? Мені жеуге бөрі лайық дей ма? Ит біле ме? Түрі де, тілі де басқаша екен. Ей, түрі де тілі де мені қызықтырмайды. Асқазаным шұрқырап барады. Қане тезірек жайғастырыңдар шей. Ей, өзің кім боласың? My name is Bram. I'm Australian. Ей, сен өзі тоқтысың ба? Yes. Ей, мынау бізге есің дұрыс емес дей ма? Есіңді көрсетейін мен саған. Соны айтамын да, бізді мазақ қылады. Одан да тездетіп, жей салайық. No, I'm not enemy. I'm here turisto. Ей, мынау түріміз жаман дей ма? No, in turisto. Ей, жетер енді мазақ еткенің. Ұрыста тұрыс жоқ. Сені қазір жейміз. Ей, сабыр сақтайық жігіттер. Ойбай, азығымыз алдымызға кеп тұрғанда не сабыр? Ей, қара шай. Біздің тоқтыға ұқсамайды.
Шunu деп бақ, ауру болып шықпасын. Ертең уланып қалсақ қайтеміз? Иә, өзі біртүрлі екен. Енді не істейміз? Өзіміздің тоқтыдан сұрайық. Соның туысы ғой. Жеу қашпас. Yes. Сол тоқты мен серкені суғаным сүймейді. Шүйкемізді тоздырып бітпесе болғаны. Иә, соларға барсақ бірдеңеге ұшыраймыз да жатамыз. Оларсыз да жайғастыра бермейміз бе? No. Сабыр түбі сары алтын. Сабыр етейік, жігіттер. Сабыр деп аштан қатпасақ болғаны. Тоқты мен серкенің қорасы алыс емес қой. Біле салайық. Бәрі дұрыс болса аузымызды майлау қаша қоймас. Yes. Онда тезірек барайықшы. Бөтен тоқта, түс алды ма?